Әдебиеттік оқу сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы оқыған жетер мұратқа. Сенің білетінің шығарманың тақырыбы шығарманың негізгі ойы. Сенің меңгеретінің мәтіннің негізгі ойын түсіну. Сөйлеу барысында өлең шумақтарын, нақыл сөздерді қолдану. Балалар, бүгінгі сабағымызды аялдама әдісі арқылы жүргіземіз. Бірінші аялдама тапсырмасы: өнер білім не үшін керек? Жауабыңды жазбаша жаз. Алдымен қаламгермен таныс болайық. Мағжан Жұмабаев 1893 жылы туып, 1938 жылы дүниеден өтті. Ақын, жазушы, аудармашы. Солтүстік Қазақстан облысы Булаев ауданы Сасықкөл деген жерде дүниеге келген. Бала кезінен өте зерек болып, 4 жасынан хат таныған. Мағжан Түркістан, Көкшетау, қазақ тілі, өнер білім қайтсе табылар, тағы басқа өлеңдер және Батыр баян атты поэма жазған. Бүгін сен Мағжан Жұмабаевтың «Қарағым» өлеңімен таныс боласың. Қарағым, оқы, босқа жүрме, ойынға құр қаларсың, көңіл бөлме. Оқымай ойын қуған балаларға жолама, шақырса да қасын ерме. Кідірме, аялдама, алға ұмтыл, алам деп көктен жұлдыз қолың серме. Қарманған қарап қалмас деген рас, тоқтамай істей берсең батып терге. Жасынан оқып өнер қуған, жан жетпес, көңілі жүйрік кемеңгерге. Қарманған қарап қалмас. Оқысаң өнерлі, білімді боласың деген мағынада. Кемеңгер, данышпан, ақылды деген мағынаны білдіреді. Екінші аялдама тапсырмасы: өлеңнің негізгі тақырыбы неге арналған? Балаларды оқуға шақыру. Үлкендердің сауатты болуы. Кітапты оқуға арналған. Ойланып, жауап бер. Үшінші аялдама тапсырмасы: автордың негізгі ойын білдіретін мақалды тап. Ел болам десең, бесігіңді түзе. Білімдіге дүние жарық, білімсіздің күні кәріп. Дұрыс жауапты тап. Қаламгермен таныс бол. Сұлтанмахмұт Торайғыров 1893-1920 жылдар аралығында өмір сүрген. Ақын, қазіргі Солтүстік Қазақстан облысының Уәлиханов ауданында дүниеге келген. Қысқа ғұмырында ақын қазақ әдебиетінің алтын қорына бағалы мұра қалдырды. Ол замандас қазақ жастарын білім мен өнер арқылы өмірден өз орнын табуға шақырды. Оқу, айт, оқып жүрген жастарға, бір адамға, тағы басқа өлеңдері бар. Бүгін сен Сұлтанмахмұт Торайғыровтың «Шәкірт ойы» өлеңімен танысасың. Қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болам. Қараңғылықтың кегіне күн болмағанда кім болам? Мұздаған елдің жүрегін жылытуға мен кірермін. Еңбек бейнет тарауы рақатқа сарқылар. Қыздырып күннің қарауы, надандық теңізі тартылар. Орны отайып көгерер, қызығын жайлап ел көрер. Тұрмыс тағдыр біріде, бұл мақсаттан бұралмас. Төртінші аялдама тапсырмасы: өлеңдегі қараңғылық деген не? Өлеңдегі кейіпкерді
ата. Ойланып, жауап бер. Жарайсыңдар балалар, өздеріңді тексеріңдер. Білгенің жөн. Қараңғы, оқымаған, сауатын ашпаған. Надандық, білімсіздік, қараңғылық деген мағыналарды білдіреді екен. Өлеңнің кейіпкері қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болғысы келген өлеңнің авторы Сұлтанмахмұт Торайғыров екен. 5-ші аялдама тапсырмасы шығарманың негізгі ойын анықта. Халқын қараңғылықтан, надандықтан құтқару үшін білімге шақыру. Халқын алауыздық, араздықтан құтқару, бірлікке шақыру. Халқын мейірімсіздіктен, қатыгездіктен құтқару, бауырмалдыққа шақыру. Ойланып, жауап беріңдер. Қорытынды: өлеңдерден қандай ой түйдің? Өз ойыңды эссе түрінде дәптерге жаз. Балалар, қатесіз көркем жазамыз. Және сендерге қосымша тапсырма: ұнаған өлеңіңді жаттап ал.